Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қазір әдемі шаблон жасайтын боламыз. Ол үшін бізге PicsArt программасына кіру керек. Мен сіздерге тегін, дайын форматта шаблон беретін боламын. Сіздер менің видеомды қарап, осындай әртүрлі шаблон жасай аласыздар. Және де қазір шаблонды енгізіп қоямын. Міне пинг форматында пустой шаблон, ешқандай сурет, ешкенге жоқ. Бұның крышкасы да бар. Бірінші алдымен самый главный осы шаблонды жасаймыз. Содан кейін крышкасында беретін боламын. Қазір бізге логотипімді қойып алайын бірінші. Осындай логотип жасауды үйретейін ба? Видеоға неге де қоя аласыздар. Осындай пинг форматында логотип жасау. Егер де қызық болатын болса, комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге үйрететін боламын. Енді осыған фонды қою керек. Маған қазір синий фон керек болады. Сол үшін Google-ға кіремін. Google-дан немесе Pinterest программасынан жүктеп алсаңыз болады. Google-дан просто жүктегенім, өйткені ол жердің фондардың качествосы идеальны болады. Обычно Google-ға синий фон деп жазып аламын да, любой фонды алдын ала жүктеп алса да болады. Бұл фондарды мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Ескі фонны да қойсаңыз болады. Міне осындай примерно көк фон керек, осындай тұйық көк фон. Фотоның үстіне басып тұрсаңыз, добавить фото деп тұрады, болды. Енді фотоңыз сіздің галереянызда тұр бұл фото. Қаттан PicsArt программасынан кіремін қазір. PicsArt программасынан кіргеннен кейін бұл көк фонымды енгізетін боламын. Қазір астында рисовать дегенге басамын. Именно рисовать дегенге басасыздар, астындағы көріп тұрсыздар ғой. Рисовать деп тұрады, рисовать. Рисоваттың ішінде добавить фото деген болады. Сол добавить фотоға басасыздар. Размерін примерно келтіріп аламын. Былай келтіріп аламын размерін примерно. Одан кейін төбесінде 2-4 бұрышты тұр, соған басып, астыңғы суретті жоғарғы қарай жібереміз. Міне, жоғары жіберіп болғаннан кейін, енді бізде көк фон болды. Стикерға басам астындағы. Өзіме белый фонды жүктеп алу керек қазір. Мен сіздерге қалай жасалу жолын көрсетіп жатырмын осы видеода. Келесі видеода осы шаблонның сборкасын жасаймыз, және де сіздер әртүрлі шаблон жасап үйрене аласыздар. Енді қазір фон белый деп жаздым. Стикердің ішіндегі бір фонымды таңдап алдым, белый фон. Бұл PicsArt'тың ішіндегі фонымыз. Именно стикердің ішінде әртүрлі фондар бар. PicsArt'тың ішінде, сам PicsArt'тың ішінде. Енді қазір бізге примерно размерін келтіріп аламын. Нәжеге белый фон қойым кеп тұр, әдемі болып тұру үшін. Жазу қоямыз, бұның үстіне басқа да фондар қазір қоя аламыз. Енді қазір төбесінде 4 бұрышты тұр, соған басып копия деп басасыздар. Керекті деген шеттеріне қойып шығасыздар. Қазір 3 жерден қоятын боламын. 3 жер емес, 4 жерден қойып алатын болдым. 4-ші жері не обязательно астыңғы жағына, өткені мен ол жерге фотоны қоям. Қазір астыңғы инструментіға басам да, бірінші тұрған 4 бұрышты басамын. Міне, таңдап алдым да, енді қазір соған сызып, размерін келтіріп алам да, төбесінде вырезать деп тұр. Вырезатқа басып, X-қа басып саламын енежде. Болды, енді сіздің фотоңыз пинг форматына айналды. Бұны видеоның ең соңында да жасаса болады, немесе алдын ала жасап қойсаңыз да болады. Фотоңызды сразу енгізіп қойсаңыз да болады. Бірақ мен фотоны ең сонда енгіземін. Қазір маған рамка деп жазу керек. Өткені қазір белый фон үстіне әдемі рамкаларды қойып шығамын. Рамка цветі деп жазып аламын. Әртүрлі рамкалар шығады. Осы жазғаннан кейін қазір біреуін таңдап аламын. Өзіме ұнайтынын, міне мынандай розовый 4 бұрышты ұнап тұр маған. Бірақ маған кішкене синий фондау керек. Сол үшін ештеңке емес, астында эффектіға басамда, бұл розовыйдың түсін маған өзіме қандай цвет керек, сол цветке айналдырып ала салам. Міне, астында эффектіға и заменаға бассаңыздар, түсі өзгереді. Өзіңіз регулировать етесіз түсін. Міне, любой стикерді, фонды, любой ондай рамкаларды қойсаңыз да болады. Өзіңізге ұнаған түске айналдырып ала аласыз. Міне қазір размерін келтіріп аламын да, келесі бетіне қойып шығамын. Келесі беті дегенін, келесі белый фондар тұр ғой, сол жаққа қойып шығатын боламын. Міне, енді қазір екінші жағына да соны қойсақ болады, но мен хочу, чтобы екінші жағында басқа бір фон тұрғанын. Міне, екінші бетіне қазір рамка цветі деп жазып аламын да, басқа бір рамочканы таңдап аламын, тағы да розовый түс, заменаға басамын. Астында эффекті и заменаға бассаңыз, осындай түсі өзгеретін функция шығады сізде. Міне размерін келтіріп аламын да, былай қоятын боламын. Анау
төртбұрышты лентаның шеті шығып тұр, ештеңке емес, төбесінде ластик деп тұр, анау ең ортасында төртбұрышты бір шеті ақ болып тұр, соған бассаңыздар, ол ластик, ол өшіріп тастайды сіздің неңізді. Міне ластикқа бастым, енді вручную жай ғана өшіре салдым, чтобы размері тым кішкентай болып кетпеу үшін. Міне енді біздің шаблонымды сақтап алдым. Осы шаблонды мен сіздерге тегін беретін боламын. Сіздер де мен видеомды қарай отыра осындай әртүрлі өзіңізге ұнаған, өзіңіздің қалауыңызша осындай әдемі шаблон жасап үйрене аласыздар. Енді бізге қазір жазу керек бұл шаблонға. Қазір мен жазуымды жазатын боламын. Мысалы, қазақша жазсаңыз да болады, орысша жазсаңыз. Мен қазір орысша жазатын боламын. Немесе қазақша да жазсаңыз болады. Келесі видеода осындай аналарға арналған шаблон да жасап көрсететін боламын. Оның уже сборкасын жасайтын боламыз. Бұл жерде сіз қалаған атты жазсаңыз да болады. Қазір менің түсін өзгерткім келіп тұр. Цветке басамыз да. Міне қазір цветке басамын. Қазір дүзі қылып аламын, немесе қисық қойып қойса да болады, әдемі көрінеді. Дүзі де қойсаңыз болады. Енді қазір цветке басып, көк фонды таңдаймын деп ойлап тұрмын, көк цвет болсын деп, бірақ кішкене сливаться ететін сияқты. Сол үшін маған жылтыр көк керек болады. Астында цветке басам. Цветке басып, көк фонды таңдап аламын, немесе текстураға басып, өзімнің жылтыр түсімді таңдап аламын. Жылтыр түске қалай айналдырамыз? Ол жайында менде видео бар. Текстурасын өзгерту деген видео бар. Обязательно менің каналымнан қараңыздар. Міне жылтыр түспен жазып алдым. Егер жылтыр түспен жазғыңыз келсе, менің каналымдағы видеоны қарасаңыздар түсінесіздер. Немесе осындай обычный көк түсті таңдап, обводкасын әдемілеп жасап қойса да болады. Не обязательно жылтыр түспен жазу, обычный түспен де жаза беруге болады. Енді қазір бізге графикті таңдап аламын, цифраларын. Міне осындай цифраларын таңдаған кезде, осындай пинг форматына қалай айналдыру жайында видео жасайын ба сіздерге. Мысалы, тойға осындай шаблон жасағанда сіздерге осындай рамканы қою жайында видео түсірейін ба? Өткені осындайды қою көбісі білмейді. Прям график бойынша қою керек. Мысалы, понедельник па понедельниктің астында өзінің цифрасы болу керек. Жай бүйтіп 1, 2, 3, 4 емес, оның өзінің қою жолы бар. Сол жайында видео сіздерге түсірейін ба? Келесі видеоларда қараңыздар менің келесі видеомды. Өткені осы видеоны мен түсіретін боламын. Именно осындай цифрларды қалай қою жайында. Енді қазір мен өзім цифрамды жазып жатырмын. Жазып болдым. Енді қазір мына жерге төбесіне тағы да бір жазуымды жазатын боламын. Астында тексті таңдап, өзіңіздің қалаған жазуды жазсаңыз болады. Мен текст уже скопировалам. Скопировать етіп, размерін келтіріп, өзіңіз размерін келтіресіз, мына жерде сызықтар бар. Соларды былай жылжытып, былай жылжытсаңыз, әртүрлі формаға өзі енеді. Енді астында цветке басып, көк түсті таңдаймын да, и обводкасын таңдайтын боламын. Обводканы таңдап, серый обводканы таңдаймын. Обязательно жазуды жазып болғаннан кейін обводка деп тұр астында. Цветтің қасында көріп тұрсыздар, астында заливка, изгиб, обводка деп тұр. Обводканы таңдасаңыздар, жазған кезде жазудың түсі өте әдемі болып көрініп тұрады. Мен сіздерге осы шаблонды тегін беретін боламын. Жаңағы март деген жазуымен, мынандай пустой форматында сіздер обязательно жасап көріңіздер. Міне мен шаблоным дайын. Енді жай ғана сурет қою керек. Суретті жаңағы айтқандай басында қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты ең соңында да қоюға болады. Басында суретті қою өте ыңғайлы екен. Міне жаңағы суретті қойған кезде рисоватьты таңдайсыз. Рисоваттың ішінде добавить фото деген таңдайсыздар. Содан кейін бірақ фотоны қоя аласыз. Егер де обычно добавить фотоны таңдасаңыздар, сіздер фотоны қоя алмайсыздар. Именно рисоваттың ішіндегі фото. Міне енді төбесінде 2 төртбұрыштыға басып, астыңғы суретті жоғарғы қарай жіберемін. Готово дегенге басасыздар. Бас болғаннан кейін міне біздің шаблонымыз дайын. Келесі видеода мен сізге осы шаблонның сборкасын көрсететін боламын. Именно осы шаблонның. Енді біздің міне крышкамыз пинг форматында пустой. Осы шаблонды да мен сіздерге беретін боламын. Обязательно өздеріңіз жасап көріңіздер. Енді қазір жаңағы рисовать ішіне басамын. Рисовать дегенді таңдап алу керек. Рисовать. Міне рисоватьты таңдап, рисоваттың ішінде добавить фотоға басып, өзімнің көк фонымды енгізетін боламын. Міне көк фонды көріп тұрсыздар. Осы көк фонды қазір қоятын боламын.
астыңғы суретті жоғарғы қарай жіберемін. Міне біздің фонымыз енгізілді, линиясы барлығы көрініп тұр. Сіздер де осындай әдемі шаблон жасап үйрене аласыздар. Міне біздің шаблонымыз осындай болып шықты. Келесі видеода обязательно сборкасын көріңіздер. Бұл шаблонның эскизін барлығын менің бесплатно телеграм-каналымнан ала аласыздар. Обязательно мен YouTube каналыма подписаться ету қажет. Одан кейін бірақ сіздер бесплатно телеграм-каналға кіре аласыздар. Өйткені телеграм-каналында чистка деген болады. Ол YouTube каналына тіркелмесеңіз, сізді уақыты келгенде өзі телеграм-каналынан шығарып жібереді. Сол үшін обязательно тіркелуді ұмытпаңыздар.